Абысын тату болса, ас көп деген 11 бөлім. Бұл жақта Самат мазасын алмайтыны анық, себебі қалада тұратыны белгілі болды. Ойдағыдай бәрі сәтімен мектепке жұмысқа орналасты. Күйеуге шығып Саматты ұмытамын деген жоспарын мектептегі жұмысына бас аяғымен кірісіп кеткенмен алмастырды. Уақыт бір орында тұрмайды ғой, жасына жас қосылған сайын, әжесі мен анасы сен қыз байға тиесің бе, жоқ па, деумен болды. Жақындары біресе ана жігітті көрсетіп, біресе мына жігітті көрсетіп әлек, ешкім ұнамайды. Тіпті өзінен өзі шошиын деді. Мына Самат басымды айналдырып алды ма өзі, не болды, жасым болса бір шамаға келді. Ұятта болса жігітті енді өзім іздейін деп, жақын арада тұрмысқа шыққалы жатқан сыныптасына хабарласып тойға шақырту алды. Той басқа қалада еді, 20-ның 5-еуіне келіп барып көрмеген Алматы, кезінде Самат кетіп қалса келмейді ма деген қорқынышты көрінген қала. Барын салып сумкасына жолға шықты. Әй, осыдан біреуге кезікпесем атым өшсін деп өз-өзін қайрауда. Вокзалдан құрбысының болашақ күйеуі дос баласымен күтіп алды. Жәмиляның көзі бірден батыр десе, бұрынғының батырларындай кең иықты, қасы қалың, ірі денелі батырға түсті. Жол бойы онша сөзге араласпаған соң, ауыр ма мінезі деп ойлап қояды. Құрбысының күйеуі сампылдап сөйлеп келеді. Той басталды, жастар жағы алыстан келген қонақ қызды баптап күтуде, би алаңына жігіттер жарыса жалмаса шақырып жатыр. Бірақ Жәмиляның күткені олар емес. Батыр өзімен өзі, ешкіммен шаруасы жоқ, бір төбе болып жүр. Қалайша мынау мені пысқырмайды, маған конкурент болатын қызда жоқ деп өз-өзін айнаның алдында жиі сәндеуде. Жәмиля басқа өзіне көңіл бөлген жігіт сымақтардың қалпағын арға апармай де қайырып жатыр. Көздегені батыр. Қаланың тойы уақытымен аяқталатыны бар ғой, жастар жағы қайтуға асықпады, ары қарай жалғастырмақшы. Кім қай көлікке отырады деп шуласып тұрған сәтте батыр жаймен ғана Жәмиляға: менің көлігіме отыр деді. Өз құлағына өзі сенер емес бой жеткен, тек басын изеп келіскенін білдірді. Ал жақ абысын тату болса, ас көп деген 12 бөлім. Батыр көлігіне Жәмилядан басқа ешкімді отырғызбады. Оның бұл әрекетінен қорыққан Жәмиля болмады, алдын ала қалыңдықтан кім, қандай жігіт деп сұрап алғаны бар. Манадан Жәмиляға қолдарын жеткізе алмай жүрген жігіттер батырда атарға оқтары болмай көздеуде. Үлкен қалаға алғаш келгенін айтқаны сол еді батыр. Жәмиля, ренжімесең сол шуылдақтарға бармаймыз. Сонда қайда барамыз? Қаланы саған көрсетемін. Оның үстіне байқадым ғой, кімнің қалай саған қарап жүргенін деді, жымиып. Қалағаның болсын. Сен менен қорықпайсың ба? Жасым 25-те, неден қорқамын, жеп қоятын өнерің бар ма еді? Үлкен-үлкен көшелермен қаланың таныстыра бастады. Құр отырмай бірден іске көшті жігіт. Жігітің бар ма? Жоқ. Атанаң қайда? Үйде. Тірі ме дегенім? Әкем қайтыс болған. Бауырларың бар ма? Мен үлкенімін, менен бөлек 3 бала бар. Тұрмысқа шығу жақын арада жоспарың бар ма? Оны неге сұрадың? Иә, жоқ. Бар делік ал. Пәктігің орнында ма? Иә деп мырс етіп күліп жіберді қыз. Күтпеген сұрақ еді. Мен күлкілі ештеңе сұрамаған секілдімін, әлде сайқымазақ көріп тұрсың ба деп батыр ашуланғандай болды. Негізі жалпы Жәмиляға осындай тік мінезді өзінің айтқанын жасататын жігіттер ұнайды. Маған дейін қанша жігітпен жүрдің? Шыныңды айт. Саған дейін біз не сөз байластырып қойдық па? Жауап: ешкіммен. Қанша бала туып бере аласың? Не айтып кеттің, қойшы болды, мені сұрақтың астына алмай, ары қарай барғым келмей қалды. Жастарға апарып таста. Менің сұрағыма жауап бер. Тух, Алланың бергенін туамында. Басыңда қарызың бар ма? Сен не айтып кеттің, қой осы жерден қоя ғой. Байсыз қалсам да ары қарай сенің сұрақтарыңа жауап бермеймін. Вот имен тиесің маған, сөздің қысқасы саған ғашық болып қалдым. Бүгіннен бастап сөз байласамыз. Менен сұрамайсың ба? Ұнамасам менімен бірге кетпес едің. Жәмиля мен адамды қабағынан танитын жастамын, сондықтан кішкентай қыздар секілді өзіңше болмаш. Бүгін алып қалмаймын, үйдегілерді дайындауым керек, оның үстіне сенде қашып кететін жаста емессің. Абысын тату болса ас көп деген 13 бөлім.
Жәмилаға да керегі сол еді. Араларын екі қала бөліп тұрса да, бір жылдың үстінде махаббат дастаны созылды. Қашықтықтан ғашықтық өте беріп, тәтті болып барады. Бірақ үйленуге асықпады. Соның арасында Саматта Жәмиланың ауылда екенін естіп алып, телефон нөмірін тауып мазалауын үдетті. Оралшы маған, әйелімен ажырасамын деген ұсыныс тастады. Кезіндегі шешесінің айтқан сөзін ұмыта қоятын Жәмила ма еді, көкейін алқаштың қызы деген сөздері тілім қылып кесіп тастаған. Бірде Батырға ойламаған жерден: мені үйдегілер басқа адамға айттырғалы жатыр деді. Қалайша мен туралы айтпап па едің? Айттым. Енді тағы қанша жүресіңдер, алатын адам ендігі алып кетпей ме деді анам. Басыңды қатырып жүрген біреуде деп жатыр, сен жайлы деп қосып айта салды. Күтіп жүре бере тұратын еді, мына Самат болмағанда. Батыр еш үндеместен телефонды қоя салды. Жәмила да құр бекер уақытым зая кеткен екен ғой деп ойлап қалды. Ертесі телефонын өшіріп тастады, ешкіммен сөйлескісі де келмеді. Қайта Самат соғып қалса, Батырға ерегісіп өмірін басқа бағытқа бұрып кетемін бе деп қорыққандай. Жігітті ойламаймын деп көрші ауылдағы туысқанының үйіне әжесімен кетіп қалды. Телефонын тастап кетті, шыдамсыздық танытып қосып қоямын ба деп. Бір күн қонақ болып ауылдарына қайта қайтты. Үйге кірген бойда телефонына жармасты. Саматтан біршама қоңырау, және Батырдан одан екі есе қоңырау түсіпті. Жүрегі тарсылдап, не үшін соқты екен, өмірінде бұлай мені іздемеген ет деген сауалдар бірінен кейін бірі топырлап қойылып жатыр. Батырды өзі соғар деп күтіп отырмай, онсыз да бір күні әрең өтті. Қыз өзі кері байланысқа шықты. Алло, неге телефоның сөндірулі? Айттыратын адамымен кездесіп үлгердің бе? Батыр сол үшін іздедің бе? Жоқ, онда шаруаңды айт. Жәмила, сені жоғалтқым келмейді, менің жарым боласың ба? Жәмила, ау, үйленейікші. Жақсы деп тұтқаның бергі жағында Жәмила қыз мөлтілдеп жылап тұрғанын Батырға білдіргісі келмеді. Абысын тату болса аз көп деген 14 бөлім. Екі жақ хабарласып той күнін белгіледі. Жәмиланың бой жетіп қыз бала болып бой түзей бастаған кезден арманы үйден ұзатылып шықсам деген еді. Бірақ үйінің жағдайын көріп, оның үстінен бұрынғыдай бірді бірге қосып, балаларының жағдайын жасайтын әкесі де жоқ, бұл арманы орындалмастай көрінді. Той болады деген күннен сасқан, әжесі мен анасында аяп барады. Бір шетінен 26-ға келіп қашып кеткені де бір түрлі сияқты. Алланың көзі түзу екен. Алыс туыстары Жұманның үйіндегі жаңалықты естіп, тойхана жалдап көмек беретінін айтты. Сонымен қыз ұзатылатын болды. Тағы бір туысқан әпкесі өз мойнына ұзатылу көйлегін алды. Ағайынның жақсылығы басыңа іс түскенде білінеді демекші, бір қолдан жең шығарып, барлық тума-туыс Жәмиланы аттандыруға белсене кірісіп кетті. Алыс жаққа келін болып кетіп барады, барғанда жүзі жерге қарамасын деген әрбірінің ниеті болды. Жүгін бірден жинап тастады. Жәмила үйдің үлкені, оның үстіне әжесінің қызы еді, тік мінезі де бар, намысшыл, еркелігі де басым. Анасының уайымы қызына осы мінездері барған жерінде таяқ болып тимесе екен. Қайта болашақ құдағаймен тілдескен сайын бала менің ішімнен шыққанмен сүйегі, атақ сіздердікі, білмеген жерін өзіңіз түзеп, үйретіп аларсыз, мені қатты сөге көрмеңіз деумен болды. 26-ға келіп қайтып келіп отырса, масқара болмай немене. Жеңгесі де, алдында абысындары бар екенін естігеннен ерке қыз, не десе де, сіздердікі дұрыс дей бер, әдес мә деп, ешкімді жеңбейсің, бізге жаман атақ әкелме деп ақылын құйып жатыр. Жәмила мектеп кезінде әкесімен түзде көп жүретін, үйдің шаруасы сіңілісінің мойнында еді. Інілері ол кезде тым кіші болатын. Сондықтан үйге көп икемі жоқ, оны әжесі де, анасы да жақсы біледі. Көбіне анасы ұрысқанда осы сен қыздың қолы басқа жерден өскен деп жиі айтатын. Үйінен жақсылап ұзатылып Алматыға келін болып аттанды. Ақ босағаны үйдің 4-ші келіні болып аттағалы тұр. Пайыздан түскен келінді артынан қосарланып келген қонақтар мен Батырдың достары күтіп алды. Ішінде кезінде Жәмила тойларына келген сыныптасы мен оның күйеуі де бар, аз уақыттың ішінде үйге де келді, шулап жүрген туыс жекжаттар.
Абысын тату болса, ас көп деген 15 бөлім. Екі әйел адам Жәмиләні көліктен түсіріп жатыр. Соның арасынша Батыр, бұл менің туған жеңгелерім, сенің абысындарың деп айтып үлгерді. Түрлеріне көзінің астымен қарап көріп еді, бір көргенге суық болып көрінді. Біреуіне бойы кішкентай екен, мынаның қай жеріне қызықты екен деп айтып жатқанында Жәмилә естіп қалды. Беттеріне тік қарап сұстанып кетті. Бетіне орамалын жауып, үйге кірерде оң аяқпен деп жамыраған жұртта келіннің артынан үйге еніп кетті. Қатты дайындалғандары бірден көрініп тұр. Жаңа құдалар Жәмиләнің соңынан еріп келген жеңгелер мен апаларына құрмет көрсетіп, төрге отырғызып, жастарды басқа бөлмеге жайылған дастархан басына жіберді. Ұлы тойдың бастамасы басталды. Кетер кеткенше жеңгесі Жәмиләға үйтпе, бүйтпе, артыңнан сөз иіруші болмасын, күйеуіңді сыйла, ата-енеңді құрметте деумен, әйтеуір бір күн қонақтап жатып, ауылдарына кері аттанды. Қонақ аяғы азайған шақ, ешкім келіп жөн көрсетіп жатқан жоқ, не болса да қарап отырмайын деп, жас келін шашылып жатқан дастархан басын жинауға кірісті. Есіне анасының қолын басқа жерден өскен деген сөздері түсіп, бірдеңе қиратып алмайын деп жүр. Келіннің мына жүрісін көрген енесі бөлмеңе барып отыр, бетің ашылмады, жатып демал деді. Екі беті дуылдап жатын бөлмеге аттанып кетті. Батырдың үйі Алматының шетіндегі кішігірім жаңадан салынып бастаған ауылдардың бірінде, үйленгенше үйде сиыр бар сауып білетін бол деп Жәмиләға жиі айтатын. Өздерінің үйінде сиыр болмағандықтан көршісінікін кетер кеткенше сауып үйреніп жүрді. Жеңгелері кеткен күні өзін жалғызсырап қалғандай күй кешті. Мүлде басқа орта танымайтын адамдар абысындарда жатырқап жоламай жүргендей. Беті ашылған күннің ертесі, неде болса ешкімге айттырмай жұмысыма кірісейін деп, Батырдың айтып жүрген сиырлары тұратын қораға аттанды. Ата-енесі ерте тұрып алған екен. Жәмиләні көріп риза болды. Қолынан келгенше сиырларды сауат, енесі сыртынан бақылап, бірақ ләм-мим деп аузын ашпады. Үлкен екі абысыны бөлек тұратын екен. Үйде үшінші абысыны күйеуі мен олардың балалары және ата-енесі, қайын інісі тұрады.